Көшелер көп нәрсені айтып бере алады. Есейгеніміз жайлы, армандағанымыз жайлы, ғашық болып, екі бөлек кеткенімізді, тығылып сүйіскенімізді, асыққанымызды, Әл-Фарабиде тұрғанымызды, Правдада серуендеп, Алтынсарин көшесіне келгенімізді. Көшелер бізге ненің қымбат екенін біледі, қалай адасып, қайта тауып алғанымызды біледі. Жананы ашып, шын жүректен сеніп, күйіп, қайта жанғанымызды біледі. Көшелер көп нәрсені айта алады. Енді олар өздері туралы да айтып береді. Мен 1897 жылдың 28 қыркүйегінде Абай... Яндекс.Поиск. Қазақстан кімнен тұрады?